Әскербек демде Нұртастың үйіне жетіп келді. Жаңадан салынып жатқан үйдің шарбағы жоқ. Шатыры жабылып, екі бөлмесінде отырған отбасының 4 баласы бар екен. Есікті жұлқып ашып, ішке кірген адамнан шошып қалған әйел, "Кімсіңдер?" деді. "Нұртас қайда?" "Нұртас келмеді, жұмыста." "Қашан келеді?" "Білмеймін, кешеден бері жоқ. Қашан келетінін айтпады." "4 балаң бар екен, байыңа неге ие болмайсың?" дегенде басына бүркеніп орамал таққан әйелдің көздері бақырайып кетті. "Тоқал алайын деп жүргенін білесің бе?" "Айтқан." "Айтты ма? Тоқал аламын десе келсе бересің бе?" "Ол өз еркі, мен тек қолдаймын" деп мұңая қалды. Бұған да оңай түспегені көрініп тұр. Сорлы әйел тағдырына көнген сияқты. "Кімді алатынын айтты ма?" "Жоқ, оны айтпады." "Алған тоқалын қайда апарып тұратынын айтпады ма?" "Жоқ, айтпады." "Маған телефон номерін бер" деді Әскербек. Номерді ала сала қоңырау шалды. Абонент сөндірулі болып шықты. "Басқа номері бар ма?" "Жоқ, ол номерін жиі ауыстырады." "10 тоқал алса да көніп жүре беретін сияқтысың ғой" деп Әскербек үйден сілкініп шықты. Әселге қоңырау шалғанымен бекершілік тұтқан алмайды. Әскербек бірнеше күн Айнұрға қырғидай тиісіп, соңында басылды. Бір күні Әсел өзі жеңгесіне хабарласты. "Не бүлдірдің сен? Мына өмірде не көрдің, жап-жассың?" "Қайтем енді, алданып қалдым." "Қайдасың қазір? Әлі де кеш емес, сені барып алып кетеміз." "Жоқ, өз еркіммен келдім, аяғым ауыр. Енді қайда барам?" "Намазға жығылдым деме тек." "Намаздамын." "Сонда хиджаб кидің бе?" "Иә, өкінбеймін." 4 баласымен әйелін тастап кеткен адам сені де тастап кетеді, ақымақ. "Оны уақытында көремін" деп жылап тұрды. Осылай Әсел біреуге тоқал болып кете берді. "Менің енді қызым жоқ, атын атамаңдар" деп жылап енесі қалды. Сол күннен бастап Әскербек Нұртастың үйін аңдумен болды. Күйеуі бірдеңе бүлдіріп қояма деп Айнұр шошып жүрді. Уақыт тез өтіп, қыс келді. Нұртас Әскербектің аңдып жүргенін білсе керек, үйіне қайтпады. Қатын бала-шағасы қараусыз қалды. Енді Айнұрдың ол әйел мен 4 баласына жаны аши бастады. Қыстың бір суығында сол үй жақтан келе жатып, мұржадан түтін шықпайтынын байқады. Отын көмірлері жоқ шығар деп ойлайын десе, бір шөкім көмір жатыр. Жақынырақ барып қараса, есік алдындағы қары күрелмеген екен. Келесі күндері көршілерден сұрастырса, көшіп кеткен деді. Осылай соңғы үміті, Әселмен байланысы үзілгендей болды. Енді оны қайдан табады? Бұл күндері енесі күнде қоңырау шалып тұрады. Сондағы сұрайтыны қызы. Хабарласпады ма? Жағдайы қандай екен? Үйге келетін ой жоқ бекен деп жылап алады. Енесіне жаны ашып бұл отырады. Ойламаған жерден Рай апасы қоңырау шалды. "Айнұр, сен кеткелі жағдайым онша емес. Сенен кейін 2 әйел келді. Біреуі ұры болып шықты, өзімді тонап бітірді. Екіншісі ішеді екен, көп сөйлейді, тыныштық жоқ. Сен маған жұмысқа шыға алмайсың ба?" деп жалынышты дауыспен сұрады. "Балаларды бағатын адам жоқ. Күйеуімен сөйлесіп көрейін. Балабақшаға беру керек шығар." "Сөйлесші, сенен бір хабар күтемін" деп өтінді. Бұл жаңалықты Әскербекке айтып еді. "Балаларды орналастыра алсаң шыға бер" деді. Қуанып кеткен Айнұр балабақша іздеп кетті. Бұл ауылда балабақша әзірге жоқ. Көрші ауылдардан қарастырып жүріп, жекеменшік біреуін тапты. Ақшасы да қолжетімді болып, балаларын балабақшаға берді. Өзі жұмысқа шықты. Рай апасы екеуі құшақтап көрісті. "Ой, Айнұр, келгенің қандай жақсы болды. Өзіңдей адал жанды табу қиын болып кетті ғой. Саған айтатын жаңалығым бар. Сен уақытында келдің. Мына пәтерім сатылып кетті ғой." "Жақсы болған екен. Енді сіз қайда барасыз?" "Сіңілім осы пәтерді бір бөлмеліге ауыстырып берді. Үстіндегі ақшаны да алып алдым. Бұйыртса, келесі апта көшеміз. Соған дайындалу керек" деді. Ауыстырған пәтері Алматының шет жақтарындағы мөлтек аудандардың бірінен болып шықты. Екі ортада көшу бір апта уақыт алды. Әбден орналасып болған соң, ұлдарыма көшкенімді айтпадым. Өздері де мені іздеп келмегендеріне көп болды. Өздерінен көрсін. "Ей, бірақ тауып алады ғой" деп қояды. Жұмыс мұнымен бітпеген екен.
Енді ауруханаға барып тіркелу, қаралу жұмыстары басталды. Рай апамен жүріп байқағаны, апа жас кезінде жақсы жұмыс істеп, елмен жақсы араласқан болып шықты. Сіңілісі де осал емес. Әйтеуір біреуге қоңырау шалып сөйлесіп, шаруаларын демде бітіре қояды. Осындай пысық әйелдің ұлдары қалайша ынжық, бос болды екен деген сұрақ туындайды. Өзінің де екі ұлы бар екені есіне түсті. Бір уақыт қартайған шағын елестетіп, ұлдарын ойлады. Оларды жамандыққа қимады. Не болса да бір қыз керек екен деген ой тағы бар. Арада бір айдай уақыт өткенде үйге бір бала келді. Немересі екен. Жасы 18-дер шамасында. «Бабуля, как дела?» деп орысша қазақша аралас бірдеңелерді айтып жатыр. «Мама сказала» деп бір жайсыз хабар айтқандай болды. Рай апаның түрі бұзылып кетті. Бала көп отырмады, кетіп қалды. Рай апа ұзақ уақыт үнсіз жатты. Тек Айнұр кетерде ғана «Немерем ғой келген. Балам ауырып, ауруханаға түсіп қалыпты. Бауыры цирроз депті. Арақ қой түбіне жеткен. Келген сайын айтушы едім, тыңдамады. Ұзаққа бармайды, үміт жоқ депті. Қайбір мені керек болып іздет дейсің келін. На похороны деньги нужны деп кетті. Соңғы рет көргенімде түрі жаман ет, әбден қарайып кеткен» деп Байғұс апа жылап отыр. «Апа, қойыңызшы, жыламаңыз. Қазір өзіңіз ауырып қаласыз. Мен енді сізді қалай тастап кетемін?» деп қиналып кетті. «Уайымдама, бара бер. Қазір сіңілімді шақырамын» деді. Көп уақыт өтпей баласынан хабар келді. Баласын соңғы сапарға шығарып салуға Рай апа сіңілісімен бірге барды. Сол кезде Рай апа үлкен ұлын көрді. Жасы 50-лер шамасындағы ер адам үйге жалғыз келді. Соған қарағанда інісін шығарып салуға өзі ғана келген сияқты. Қасында әйелі де балалары да жоқ. Рай апаны төсегіне жатқызып, қасында біраз отырды. Сағатына қарай берген соң, «Бір жаққа асығып тұрсың ба?» деп еді. «Пойызға» деді. «Келе салып кетесің бе? Бір-екі күн қасында жатсаң болмай ма?» «Жұмыстан әрең сұрандым. Похорон болған соң ғана жіберді». «Жұмысын құрысын. Неге жалғыз келесің? Балалардың біреуін ала келсең болмай ма? Бармай қойса қайтемін? Сүйреп әкелмейтін шығармын. Енді мен өлген кезде бір-ақ келетін шығарсың». «Ой, мама, қойыңызшы осы» деп орнынан тұрып кетті. Сол күннен бастап Рай апа біраз уақытқа дейін сөйлемей қойды. Күнде айтатын әңгімесі де жоқ. Бір нүктеге қарап жатып алады. Арасында күрсінген дауыс шығады. Ауырып қалмаса болды деп Айнұр сіңілісіне хабарласты. Сіңілісі келсе де қарамай жатып алды. Сіңілісі қасында үнсіз отырып кетеді. Арасында қонып жүреді. Күйзеліске түскен Рай апа 3-ші айда бірақ есін жинады. «Баламның басына барсам деймін. Апарайын, жүріңіз. Қазір 7 шілпек пісірейін». Кімнен қызғандым, нені қызғандым? 3 бөлмелі пәтерімді сатып әуре болып жүргенімде баламнан айырылып қалдым. Енді қалған баламның тілеуін тілеп отырайын. Сол аман болсын. Соның алдында кетейін. Маған енді бұл өмірде ештеңе керек емес. Ризамын. Енді кетсем де өкінбеймін деп бір кезде ағыл-тегіл жылады. Есі шыққан Айнұр сіңілісін шақырды. Ол келемін дегенше қан қысымы көтеріліп кетіп, жедел жәрдем шақырды. Соңында кеш болып, шаршап шалдығып, үйіне әрең дегенде жетті. Үйіне келсе Әсел отыр. Шошып кетті. Бүркеніп тұмшаланып алған. Бір бұрышта 2 бүктеліп қалған. Диванда Әскербек отыр. Айнұр кіргенде орнынан атып тұрды. «Таптым, айттым ғой саған табам» деп. «Таптым» дейді бар даусымен. Ол сөйлеген сайын 2 баласы шошып, столдың астына кіріп кетті. «Көрдің бе түрін? Шеш деймін саған мынаны» деп Әселге қарай тарпа бас салды. Әсел одан сайын жиырыла түседі. «Әсел, қалайсың?» деп Айнұр қайынсіңлісін құшақтап алды. «Мамаға айттың ба?» «Айттым, жолға шықты. Әкем екеуі келе жатыр. Қыздар аман-есен тұрғанда қолдарына ұстатайын, көзін құртсын. Менен көріп пәле болды ғой». «Әскербек, қойсаңшы енді. Әбден шошыттың ғой» деп Әскербекті далаға шығарып жіберді. «Босанып алдың ба? Балаң қайда?»
Онсыз да қорқып дірілдеп отырған Әсел жылап жіберді. Балам жоқ. Қалай? Түсік тастағанмын. Нұртас қайда, біледі ме? Нұртас тастап кетті. Қалай? Басыма пәле болдың. Ағаң ізіме түсіп қоймады. Қашанғы қашып жүремін деп кетіп қалды. Әскербек сені қайдан тауып алды? Білмеймін. Көргенде өзім шошып кеттім. Аузымды аштырмады, желкелеп әкелді. Сен ағаңа ренжіме, жарай ма? Саған жамандық ойламайды. Папам мен мамам келгенде қашпа. Барлығы жақсы болады. Бұл өміріңді ұмытасың дегенде басын изегендей болды. Ата-енесі келіп, қыздарын көріп бір жылап алды. Айналып толғанып, қасынан шықпай, тезірек кетейік деді де жатпастан кетіп қалды. Жаны тынышталып Әскербек қалды. Ана Сұмырай мына жердегі үйін сатып жіберіпті. Пәтер жалдап тұрып жатыр екен. Көрдің ба өзін? Көрдім, оңбаған. Ойласам қаным басыма шығады. Екі бүктеп бір тықтым жоламайтындай. Қатынмен қосылып алыпты. Ол да бір сорлы әйел екен. Бай жүргіш қалай шыдайды? Ой, күнін көре алмайтын болған соң көнетті, баратын жері жоқ. Құрсыншы, өздерімен кетсін. Сен қарындасыңа шүйліге берме енді. Енді қателеспейді деп сенейік. Папам мен мамама обал болып кетті. Уайымдап, мама азып қалған сияқты ма? Уайымдамағанда ше, елге қара бет қылып. Мәселе онда емес. Кімнің қолына түсті екен, аман бекен деп өміріне алаңдады ғой. Ой, сенде не болады дейсің, жүр ғой әне сап-сау. Сау емес, баласынан айырылып қалыпты. Сол керек, ана иттен бала туғанша, деп жынданды. Сол жылы жазда Әскербек үлкен үйдің құрылысын бастады. Үлкен ұлдары мирас мектепке баратын болып, Айнұр қайтадан жұмыстан шығуына тура келді. Арай апа, үйде құрылыс басталды. Жұмысшылардың тамағы бар, бала мектепке барады. Мен енді сізге келе алмаймын. Орныма жақсы адам өзім тауып беремін. Қайтейін енді, сенікі де дұрыс қой. Үйлеріңді салып алыңдар. Балаңның да қадамы құтты болсын, бара ғой деп, екеуі осы жолы ренжіспей қоштасты. Хабарсыз кетпе. Хабарласып тұрамын. Жағдайыңызды біліп отырамын, алаңдамаңыз. Осылай Айнұр жұмыстан шықты. Әупірімдеп жүріп 3 жылдың ішінде үйлерін салып алды. Әскербек екеуі үшін қуанышты жаңалықтар да бар. Айнұрдың аяғы ауырлап, УЗИге түскенде қыз болып шықты. Бұл хабарды естіп қуанған Әскербек салып жатқан үйдің бір бөлмесін қызына арнап қызғылт түске бояды. Бір күні Рая апайдан хабар келді. Қоңырау шалған сіңлісі. Рая сені жақсы көруші еді. Апаңмен қоштасуға келесің ғой деді. Рая апаны баласының қасына апарып жерледі. Әпкем баласы кеткен соң болмай қалды. Өмірінің соңғы жылы өкінішпен өтті. Баласынан кешірім сұрай берді. Ана отырған Астанадағы келіні деп шашы қысқа сары түске бояп алған толықтау бір әйелді көрсетті. Соңғы 5 жылда бір келіп тұр оңбаған деп қояды тістеніп. Отырысын көрдің ба? Қонақ болып жайғасып алыпты. Әйтпесе осы үйдің туған келіні ғой. Кіші баласының әйелі келмеген бе? Келді, ол сыртта жүр. Қазір көрсетемін. Мына пәтерді кімге жазып кетті? Осы Алматыдағы тұратын немересіне жазып кетті. Онда ана астаналық келіннің кедірейіп отырғаны түсінікті болды ғой. Бұл өмірде бәрі жалған. Көріңе дүниеңді алып кетпейсің. Көзіңнің тірісінде қадырың болмаған соң қиын екен, деп күрсінді. Рая саған айтты ма, айтпады ма, жас кезінде үлкен қателік жасады ғой, деп Айнұрға қарады. Жоқ, жеке өмірін айтқан емес. Жарықтық, әпкем жас кезінде сұлу еді. Түрінен көрініп тұрды. Жасы 70-тен асса да әдемі апа болатын. Күйеуі Жолдыбай екеуін туысқандар қосқан. Апамның бір құрбысы апамның артынан қалмай жүріп көндірген ғой. Қызыңды мен келін қыламын, балама әперемін деп жүріп екеуін қосқан. Басында жас болды түсінбеді, кейін Жолдыбайды сүймейтінін түсінді. Бірақ ол кезде кеш еді, 2 ұлы бар. Сөйтіп жүргенде әпкем жұмысында бір жігітке ессіз ғашық болып қалады. Ғашық болғаны соншалық күйеуімен ажырасып кетеді. Әлгі жігітпен қол ұстасып кетіп қалды емес пе? Жолдыбай ұлдарын бермей алып қалды. Ұлдары анасыз өсті.
Раяның бақыты ұзаққа бармады. Сүйіп қосылған жігіті оқымысты біреу болып шықты. Жұмыс бабымен шетелге кетіп, қайта келмей қойды. Қайта екеуінде бала болмай, Рая жалғыз қалды. Арада бір 10 жыл салып, Жолдыбай жұмыс басында жарылыс болып қайтыс болды. Соның қазасынан кейін әпкем Рая 2 ұлын қолына алған еді. Бірақ ол кезде олардың арасы суып кеткен болатын. Мама деп атағанымен бала күндеріндегідей еркелеп, аналарына жақын болмады. Қалған өмірі өкінішпен өтті. Өзінің жіберген қателігін мойындап, ұлдарын кінәламайтын, келіндеріне де сөйлемейтін. Өкінішпен өмірі өтті деп көз жасын бір сығып алды. Айнұрдың да жүрегі ауырып, Рая апаға жаны ашыды. Өмірі соншалықты қиын болды деп ойламаппын. Қандай аянышты. Иә, айтпа. Жұмысы жақсы, табысты болды. Өз еңбегімен 3 бөлмелі пәтерге де қол жеткізді. Тек ұлдары өткен өмірін қазбалап, бізді тастап кеткенсің деп бетіне басып айта берді. Шешелерін сыйламады. Жолдыбай әбден қарсы қойып тастаған ғой. Екеуі үйленіп, қызығында көрген жоқ. Келіндері нашар болып шықты. Ұлдары сыйламаған келіндер қайда барсын? Қартайған шағында қан қысымы көтеріліп құлады. Содан жатып қалды. Жалғыз қалды. Ол өмірі өзінше бір әңгіме деп күрсінді. Бұл әңгімеден кейін Рая апаны Айнұр көпке дейін ұмыта алмай жүрді. Бір күні енесі қоңырау шалды. Үйге келіңдер, ақылдасатын шаруа бар деді. Жайшылық па? Шошыма, жақсы жаңалық, қыз кетейін деп жатыр. Иә, әсел. Құтты болсын, жақсы, барамыз. Қайда шығайын деп жатыр? Өзі сияқты бір рет үйленіп ажырасқан екен. Мейлі ғой, бақытын тапса болды. Құдалар келеміз деп жатыр, дайындалу керек, деп қуанышын жасыра алмады. Осылай Әселді де құтты орнына жіберді. Үйін салып біткен Әскербек те бақытты. Мына көшеге енді асфальт төсесек болды. Қалай, бір кездері көшіп келуге қорқып едің? Көңілің орнына түсті ма? Болады, тәуба. Барлығы сенің арқаңда ғой. Енді мына балаларды жақсылап өсірсек болды. Одан артық не керек? Деп Айнұр бар көңілімен ойындағысын айтқан еді.